Неге жиі продюсер ауыстырасың? Мен сені ұруым керек дейді. Енді жайма деген жоқпыз, енді өтірік айтпай ақ қояйыншы. Енді ерегесіп қалды сол жерде. Видео тарамады қайта. Негізі видеосы болды. Жігер ағаң кешірдің ме? Ол андай бір чу қылатындай емес еді негізі. Бұл өз ойың ба әлде саған біреу сөйтіп айтты ма? Өзімді жақсы көрсету үшін көп өтірік айтамын. Неше түрлі пікірлер жазылады саған әлі күнге дейін. Ата-анаңның көзқарасы қандай ол? 20 минуттен қарызға кіріп кеткенімді жасырдым ғой енді ата-анамнан ше. 2 жылға сотталып кете жаздадым. Бірақ әлі баласың, енді жас қазір 19-да ғой. Балам деген нәрсе мен біраз нәрседен құтылдырып кетіп жатыр ғой. Негізі бала емеспін мен, бәлемін мен. Сәлем достар, бұл кездесу. Студияда Наргиз Ибрагим және мен Жандәурен Мәди. Сұхбатымызды бастамас бұрын кездесу YouTube арнасына міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Кездесудің бүгінгі қонағы Қойшыбала лақап атымен танылған Айдос Кәдел. Қош келдің. Қош көрдік. Рахмет, ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй керемет, әдеттегідей. Қалай жеттіңіз? Жақсы жеттім. Қазір Алматыдасыз ғой, иә? Иә, қазір Алматыдамыз. Осы жақта тұрғындап жатқан жайымыз бар. Айдос мырза, тағы да қош келдіңіз. Сұхбатты мынадан бастайықшы. Осыдан 4 жыл бұрын сіздің жайлауда ән айтып, бір видеоңыз таралып еді. Арайын төгіп аспан, араласам да жүр жерді, атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді. 2 күнде, егер қателеспесем, 1 миллионнан аса қаралым жинады, түрлі пікірлер жазылды, жалпы халыққа ұнады. Енді сол кездерді еске түсірсек, сіз өзіңіз қандай сезімде болдыңыз? Былайша айтқанда, жұлдыз болып ояндыңыз ғой, таңертең. Жұлдыз болып оянғанда, жұлдыз болып оянып, өзімнің жұлдыз екенін білмей жүргем ғой. Ендей себебі телефон болмаған. Сол жыл бізде жылда қойшы бар болатын, ай сайын айлығын төріп. Сол жылы мен алып берген телефонын жоғалтып алдым 3 күнде. Қой бағып жүріп. Қой бағып жүрмін, жылқы бағып жүрмін. 3 күнде телефонымды жоғалтып алдым да, енді қайттан телефон алу керек. 11-ден шығып жатқан кезі папам осыны алып бер деп едім. 3 ай қой бағасың, мен алып берем деп. Амалды қой бағу керек болды. 1 жылда қойшы бала болдым, сөйтіп қой бағып жүрдім. Сөйтіп айтты, мен бағымды ашу үшін сонда қой бағу керек па деген сияқты. Сөйтіп ойланып қалдым. Сен ол кездерде негізі 1 миллион деп айтып жатсың ғой, негізі одан көп жинаған 2 күннің ішінде. 2 күннің ішінде 4 миллион 800 ма сондай жинады негізі. Ол кезде миллион комментарий болды. Сол аккаунт 3 күннен кейін жабылды ғой қайтты. Негізге бірінші сол шыққан видеода негізі әлі бар болса мүмкін одан көп жинарым еді деп ойлап қоямын. Неге жабылды ол? Енді неге жабылды болғанда ол TikTok ашқан, бірінші болып сол видеоны салған. Енді TikTok енді өз жауып деді. Не үшін жапқан білмеймін. Кім салды? Оны мен көрші әпкем түсірген. Оны сосын статусына салған, статусынан группаға жіберген. Группадан бір әпке салған, ол кісінің атын білмейді екен. Қашан жұлдыз екеніңді сездің? 1 аптадан кейін. 1 аптадан кейін енді Алматыға келіп киіну керек қой енді оқуға. Келіп ауылға түссем бәрі, хит болып жатсың ғой. Жусай деген бар ғой енді ауылда, кет, братандар тұрады да, кеттік магазинге дейтінше. Братан, мен алдымен өзім жұлдыз екенін біліп алайыншы деймін ғой. Үй жаққа барам, телефонды ашып қараймын. Сен біраз адам жазып тастаған, біраз әнші ағаларымыз жазған, блогер ағаларымыз жазған. Кімдер атын атап берсеңіз, мысалы әнші ағаларыңыздан? Жігер ағамнан бөлек Қажымұрат ағамыз жазды, Шын Жамалбек ағамыз жазды. Сосын блогерден Нұрдәулет аға жазды. Ненен танисыздар ғой? Танимыз. Әлшер Қонысбаев. Бәрі мен келдім, ауылға келдім, бәрін көрем. И сол күн түнде өзімнің қазіргі ұстап жүрген Instagram аккаунтымды ашамын. И өзім кәдімгі ағаларға, жаңағы әнші ағалар жазып жіберемін. Сосын менің аккаунтым осыны белгілей беріңіздерші деп ше. Десем, ол кісілер де енді андай бір шынайы қабылдады. Мен ойлаған жоқпын, мен ойбай деп инстаграмдарына сала салады деп. Қойшыба деп аштым, бір күнде 10 мың адам, екінші күн 20 мың адам жиналды. Қайта видео салып өзімнің екенін көрсетіп, етіп ше, өзім оригинал аккаунтым осы деп. Сол кездерде енді көп продюсерлер шықты. Жақсы, енді Қойшыбала деген лақап атты өзің ойлап таптың ба? Қойшыбала деген статусқа салатын кезде, енді ауылда қой барып жүретінін біледі ғой. Қойшыбалаларыңыздан деп сөйтіп жазып жібергенде, ол кісі миына келе салған ғой, Қойшыбалаларыңыздан деп. Атымды білмеген ғой. TikTokқа салатын кезде Қойшыбалаларыңыздың атынан деп. Содан салған, сөйтіп Қойшыбала, білмеймін.
өзім де бір аптадан кейін білемін қойшы ол екенін. Өзіңе ұнайды. Өзіме ұнайды. Андай. Ал негізі қойды бала кезден бақпайсыз, сол кезде ғана бір жыл. Иә, Қой сол бақ- жылы бір жыл Саған баққам. телефон алып беремін деп айтты, сол Иә, үшін бақтым. сол үшін баққанмын. Әйтпесе бақпайтынмын негізі. Телефонды алып берді ма? Алып бер. Тамаша. Айдос, енді Алматыға келдің, одан кейін шоу-бизнестің қайнап жатқан бір қазанға түскендей, солай өзің де бір еніп кеттің шоу-бизнестің ішіне. Жалпы сен елестеткендей ме екен? Сен қалай өзің ойладың мысалы? Әншілер қандай адамдар екен, шоу-бизнес деген қандай екен, әлде басқалай болып шықты ма? Қазір Негізі мен ойлағаннан басқалай. қорытындылап айтсаң. Мен ойлағаннан басқалай. Мысалға мен Алматыға келдім. Мен ойлайтынмын ғой. Әншілердің жағдайының бәрі бес. Біз көріп жүрген Инстаграмдағыдай, ТикТоктағыдай ішкі енді ішкі несіне астына кухнясына кіріп шығатын болсаң, ауыр ғой енді біреудікі басқалай, біреуді баламен сынап жатады, біреу әке шешесімен сынап жатады. Біз енді өзімді бір ойбай мықты әншімін, қатты біреудің алдында танымалмын деп айтқым келмейді. Но Аллаға шүкір, бірақ біздің өзіміз қазір сәл сынға қалып қалмасақ екен деген сияқты. Біз ол бүкіл әншінің жағдайы мынандай деген. Мен ойлайтынмын бүкіл әншінің жағдайы мынандай, блогерлердің жағдайы вау. Жаңа енді өзің айтып қалдың ғой Айдос, жалпы байқап жүрем қазіргі кезде де мысалы сынға ұшырап қалмасам екен деп. Бірақ әлі баласың енді. Жас қазір 19-да ғой, бәрібір кейде бір балалық жасап, шалалық жасап, бұзық болып, білмеймін енді. Сөйтіп түсіп қалған сондай сәттер болған жоқ па? Болды. Көшеде болсын, асхана, мейрамханада. Болды. Енді бірақ ол видео тарамады қайта. Негізі видеосы болды. Қалай шештің? Бір ұрысқа қалып екен, көріп жатсаңыз ренжімейсіз. Ақшаңызды бердім ғой деп ше. Енді мынандай болды, бір андай жігер ағадан кеткеннен кейін ғой. Айтамын да халыққа. Ол менің қолымдағы зат емес. Мүмкін Алла тауысып жасап қойған шығар енді жолымызда. Мен ондай бір ойбай деп жігерді жамандаған жоқпын, жігер ағам, ойбай, жігер ағам мынандай, мен мынандай деп ашып айтқан жоқпын. Келеді да, кәдімгі тамақ ішіп отырмыз. Қасымда екі дос балам бар, өзіміз тамақ ішіп отырмыз. Сонымен бір үлкен аға, мужик қой енді, үлкен, сақал бар. Сөйтіп, енді біз де ойладық ғой, ұрып тастаймын деген оймен келді ғой. Сен жігерге артық сөйлеп, қаяқтан шыққаныңды ұмытпасай деген әңгіме жатыр. Не болды аға, отырсаңшы сөйлесейік. Бәрібір сабырлық таныту керек қой, қанша жерден қойшыға деп танып келіп тұрғаннан кейін. Отырсаңшы аға деймін ғой сен. Жоқ балам, жүр сыртқа шығып сөйлесеміз. Бәле іздеп тұрған біреу шығар. Жарайды, дос болмайтын жүрміз кетті. Жалғыз шығу қорқасың ғой бәрі. Иә. Дәу ғой анау, мужик қой тұрған. Мен айтым, жүр шайық далаға шығып тұрды да. Сен не үшін қойшыған артынан жамандап үшін бәрі сені жек көреді ғой. Содан болса мен де сені жек көремін дейді ғой. Мен не істейін аға деймін ғой. Мен сені ұруым керек дейді. Мен жайма деп енді жайма деген жоқпыз енді өтірік айтпай ақ қойшы. Енді ерегесіп қалды сол жерде. Сен айттым мен жігер ағаң інісіз ба, мен сізді көрмеппін, танымаймын сені. Жоқ, мен өнерге қатысым жоқ адам. Не сұрап тұрсыз аға деймін ғой. Сөйтіп сәлем боқтықсыз айтып қойған бар енді. Сөйтсем сол жерде бір апа енді. Апа болғанда бір 50-де ма деп қоямын. Жасын сұрамадым, сол кісі видеоға түсірген ғой енді. Біз сол жерден байқамай ұрып қойған ғой. Бірінші өзірден, амалса ұру керек болды жігіт болғаннан кейін. Ұрамыз, жабылған жоқпыз, бірақ бірге бір төбелестік та енді. Ұрып қойып кішкене ана шулатып, бірдеме деп тұрған соң апа келеді де видеоны көрсетеді ғой. Балам сен тағы да хитсің деді ғой маған. Ана жерден ана мужиктің темасын ұмытып кеткенмін ғой уже. Апаның артына жүрдім ғой бір күн. Салмаңшы, ешқай жібермей қойыңызшы деп. Енді ана жерде ұрғаным мақұл ғой, сәл абырой болып қалады шығар, бірақ ана жерде боқтағаным ше өте ұят боқтап қойыппын негізі. Қанша бердің апайға? Скрестный болсын жоқ. Маған 500 бердім мен. 500 мың? 500 теңге. Таза 500 теңге. Ол кезде бар еді ақшам. Қайда шүкір әйдер. Сонда не үшін видеоға түсіреді десек, ақша жасау үшін түсіре ма адамдар? Көп ондай. Ондай көп. Біз қайта камераны ана мейрамхананың несіне түсіп қалмағанбыз ғой камерасына. Біз содан қашып шыққанбыз негізі. Содан бүйтіп айналып мусорный жаққа қарай барып тұрған кезде мына жақтан живой камера шыққан ғой. 1 000 000 теңге. 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 1 000 000 теңге.
Жақсы, ендеше бізде кездесуде Айдарлар бар. Сол Айдардың алғашқысы соңғы рет. Сізге бірнеше сұрақ қойылады, сол сұраққа тез жылдам нақты жауап беруіңіз керек. Шын жауап берсеңіз. Кеттік. Жақсы, Айдос қашан соңғы рет жылады? Есімде жоқ. Соңғы рет Айдос қашан өтірік айтты? Кеше. Кімге? Кеше. Мен негізі мен көп өтірік айтамын. Көп өтірік айтасың. Өзім жақсы көрсету үшін көп өтірік айтамын. Жақсы. Келесі сұрақ. Айдос соңғы рет қашан қатты ұялды? Алдың күн көкпарға барған. Неге? Енді сәл ұяттау болып қалды, енді қатты ұялатындай болды енді. Ашып өтпей қойыңызшы. Бізге осылай қызықтырып қоясың да, мысалы одан кейін біз жауабын білгімізге отыр. Жоқ, негізі қатты ұялған жоқ. Неге қатысты? Жоқ, көкпарда емес екен. Көкпардың алдында екен. Бір мен ұнатып жүрген бір қыз бар болатын. Ауылда? Ауылда емес, қалада. Қалада? Қалада өтті ма көкпар? Жоқ, ауылда өтті ғой, содан бұрын. Сол кезде қатты ұялдым. Себебі мен ұнатып жүрмін, мен сүйе алмай жүрмін, ол болып бірінші келіп сүйді, сол қалып қалдым сәл. Жақсы, қазір енді қарым-қатынасың қалай? Жақсы, білмеймін, жазған жоқпын. Жақсы. Ұялып жүрсің ба жазуға? Ол сөйлеспеймін. Ренжімеш айналым. Қашан соңғы рет өзіңді шын бақытты сезіндің? Алдың ба? Ұялып тұр бақытты сезіндің. Жақсы. Қашан соңғы рет қарызға ақша сұрадың? 5 күн бұрын ба сұрағансам. 5 күн бұрын сұрадым ғой не. Кімнен көмек сұрайсың әдетте? Ақша қажет кезде. Ағаларымнан. Ондай. Енді көп сома емес, но әйтеуір мен қарыз сұраймын, но ертесін қайтадан бере алатын болсам, бере алмайтын болсам, дамыған заман ғой, дайын бір. Жақсы, соңғы рет қашан алданып қалдың? Соңғы рет білмеймін, көп алданбаймын. Біреуді алдамасам, мен оңайшып алданбаймын. Жақсы. Соңғы рет қашан ашуландың? Көкпарда. Салмағанда. Салмағанда емес, бірсін бір қамшымен ұрып соғанда. Ана бүйтіп аттырам деді да, мен ұрып та кері саған ашуланып кеттік сәл. Жақсы, осымен негізі қызуқан сияқтысың. Қызуғаның бар сәл енді. Сәл андай. Бірақ тез қоямын. Жақсы. Осымен соңғы рет айғара аяқталды. Айдос танымал бола бастағанда, жалпы жұлдыз ауруына шалдығып, сенімен жұмыс істеу продюсерлерге болсын, басқа адамдарға болсын, кішкене қиын болып кеткен рас па? Рас ау деп қоямын. Мен өзім жұлдыз деп, жұлдыз ауру деген енді. Мен жұлдыз аурудан алып қалған жігер аға негізі. Мен сол кезде бір ауырдым, одан кейін ауырған жоқпын. Кейінгі болған екінші процестерден жұлдыз ауру деген шыны керек болған жоқ мен. Мен өзімді андай сырт көзге байқалатын нәрсе ғой, бұл деген жұлдыз ауру деген ше. Менің жұлдыз ауруым сіз де білесіз, ұйқы. Сол. Ең ауыр жұлдыз ауруым ұйқы. Түсірілімдерге бармай қалу, эфирлерге бармай қалу. Мен андаймын, таңертең тұрам деймін да. Но сәл 5 минут ұйықтап тұрайыншы дегенмен сөйтіп кетіп қалыватырмын ше. Жақсы, енді өзің келгеннен кейін жігер туралы сұрамасақ болмас. Бұған дейін өзің видеода жарияладың, кешірім сұрадың. Жігер ағаң кешірдің ме? Мен оны толық білмеймін. Негізі кешіреді, мен ондай бір қандай қатты кез, сондай адам біреуге бүйтіп кек сақтап жүретін ағай емес, мен білемін ғой. Ол кісінің бір сөзімен ары Алла тағала шешіп қояды. Жүрегімен алып тастадым деп. Баяғыда айтып жүрдім. Біреуге ренжісем айтатын, ағаны осы ренжітті ғой. Алла тағала тапсырамын. Бірақ ол кісі видео салды, видео үндеу. Одан кейін сен кешірім сұрадың, одан кейін ол кісіден ешқандай жауап болмады. Болды негізі. Жақсы, өнеріңе жақсылап, ары қарай саған үлкен сәттілік тілеймін деді. Сол? Жақсы. Бір сұхбатыңда жігерден кетуге мені азғырғандар болды деп айтыпсың. Кімдер азғырды, білуге бола ма? Енді аттарын айтпай қойыңшы. Өнердегісі бар, туысқандарым бар. Туысқандарымды көремін, бірақ бәрібір не істейсің? Енді туысқандарымнан бөлек енді болды ғой, неше түрлі ағалар келді ғой бізге. Ортаға от салғандар көп болды. Сен құр пайдаланып жатыр. Енді қалай айтсам болады, мен ондайға сыналып көрмеген ғой. Мен бірінші сыналып тұрмын. Оған жеңіп шығаман. Өкінем оған. Ал жігер аға уже ондайға сыналып,
болған, ондай сөздерге аузы күймейді. Аузы күйген үрлеп ішеді дейді ғой. Мен қазір уже біреу маған бірден айтып, сен мына жерің дұрыс емес десе, жарайды. Иә, сенікі дұрыс пен кетіп қалады. Ал сол кезде иә, сенікі мен дұрыс дегенмен кетсем мүмкін қазір. Білмеймін. Бәріне жазып қойған, басыңа не жазса соны көресің ғой. Жалпы енді қатеңді түсінген уақытта неге Жігер Ауыпбаевқа кері бармадың? Неге бармадым? Өзіме де өзім ол сұрақ көп қоямын. Білмеймін не үшін екен. Енді қазір де ренжулі шығар, менің алдыма көп кемеді деп ше. Өзім де білем ше. Бірақ білмеймін, барамайым. Барам деп ниеттенем. Барамайым. Андай бір. Ол кісінің қорқып, ойбай деп не емес, ол кісіні білем де, кеп барып күтіп, күліп қарсы алып болады да, бірақ білмеймін, аяғым тартпайды. Мен андай бір ол кісіні жек көргеннен емес. Ең қатты ұялды деген сол шығар мүмкін. Мен енді кейін ойландым да оны. Басынан қасымда ойбай деп, бүйтіп, ойбай сен бүйтіп жіберем, сөйтіп жіберем, сен одан да биік боласың деген адамдардың буымен кішкене мен ол кісінің алдында ұятты болып қалдым да, короче. Білмеймін. Бетім шыдамайды ол кісінің алдында. Оның үстіне енді орнына келмейді ғой бәрібір. Орнына келмейді ғой, иә. Қарым-қатынаста. Жырын мынандай жараның өзі тыртық болып қалады ғой негізі. Жалпы жігерден кеткеннен кейін сенде бір депрессия болған екен, тіпті өз-өзіңе қол салғың келген, қол жұмсағың келген кездер. Енді ол да балалық па? Жалпы қалай шықтың? Балалық, иә. Ол мені ма негізі. Ол кезде достарым ғой негізі. Қазір достарым алып шықты, сосын мен сынып жетекшім алып шықты Алматыда. Алматыда сынып жетекшім шақырып алады, адам сол әңгіме айтады. Мен сол сынып жетекшіме қатты керек ем деген кез 11 бітіріп жатқан кезде болды ғой. Мен 11 бітіріп жатамын, сол жерден мен өзім андаймын. Мама папам ауылда, ол кісілер бүйтіп Алматыға әурлеп алып келгім келмейді деп ше. Но мен Алматыда достарым болды, туысқандарым болды, ойбай деп қасымнан 2 метр кетпей жүрген ағаларым болды да. Жарайды, мен өз туысқандарыма ренжімеймін, потому что мен өзім айтамын. Келгеріңіз келсе келіңіздер, келгеріңіз келмесе келмеңіздер қойыңыздар. Аттестат алдым, 11 бітірдім, ешкім болған жоқ менің қасымда. Мен өзім жалғыз жүрдім. Мен бір жақ оған да қуанамын, себебі менің бір досым болды, оның да андай туысқаны бәрі. Қытайда қалған ғой. Ол екеуміз бірге жүрдік. Себебі екеуміз аттестат аламыз, екеуміз бір-біріміз үшін қуанып отырмыз, апай қуанып отыр біз үшін. Болды. Қалған бәрі мамасымен суретке түсіп жатыр, папасы. Менің мамам Аллаға шүкір бар ғой, бірақ мен кемегендеріне қуанамын. Потому что ол ауылдан әуелде бұл. Еще оның жұмыстары бар екенін айттым, бұл жұмыстарыңызды бітіре беріңіздер. Енді қаладағы ойбай болды, сен аттестат алған барам деген той болса звонай аладым. Сондай көкелерім бар. Болды енді айттым. Сендер ойбай бүйтемін деп жатыр едіңдер ғой деп бүйтіп жазып жіберемін. Жоқ аттестат. Мен өзімді өзім андай болып қалдым ғой. Негізі күтіп пе едің ол кісілерді? Күткем, иә. Танымал ағалар ма? Ау? Танымал ағалар ма? Танымалысы бар, танымал еместері де бар, байлар бар. Не күттің сонда? Мен өгіз ойладым мен. Сонда сендерге тек мен той үшін ғана керекпін ба деген сұрақ болды да. Мен қазір өксініп араласпаймын. Кездесуде тағы бір айтар, бұл хейтерден хат. Хейтерден хат. Кім жазды екен айтшы. Сізге хейт жазылған, кімнен дейсіз ғой? Ғани деген кісіден. Былай деп жазыпты. Ғыжы деп тұрған жоқ па артында? Жоқ. Тамшы деп тұрған жоқ па? Жоқ. Ғани 857. Ол тазы бір адам. Былай дейді. Құлқыны жаман екен. Бір ән айту үшін 100 000 теңге дейді. Негізі аман. Құлқын дейтін дегенде сол. Білем мен, мен қай видеоның басында екен айтайын ба? Есім, мынаны оқығам мен. Мен андай емес, бүкіл комментарияларын білем мен өзім. Оқимын мен. Оқымайды емес, оқимын андай. Елдер айтады, ойбай оқымай. Мен оқимын. Отырып аламын да өйтіп қарап не ерсің. Бірақ күлемін мен соған. Мен соған таңғалым. Мен қазір видео салсам ат кетеді. Астын бәрі комментарий толып тұрады, рахат. Маған хейт әсер етпейді маған. Уже шаршадым мен хейттан ше. Негізі хейт Жігер Ауыпбаевтан содан басталды ғой. Иә. Әлі күнге дейін соны айтады. Қанша жыл өтіп кетсе. Иә. Маған да ұнайды. Екі адамның аты өшпей жатыр ғой қазір. Екі адамның аты әлі өшпей келе жатыр ғой. Енді білмеймін, құлқын 100 000 теңге деген анда. Өнерді бағалай алатын адам болса,
өнер түсінетін адам саналы сөз жазбайды. Жалпы тойға шығасың ғой? Иә. Гонорарыңды айта аласың ба? Қанша аласың тойда? Білмеймін. Енді шамамен. Жаңа 100 000 теңге деп айтып жатыр ғой. Енді соны ар жақ бер жағы ма? содан көтеруім керек болады да. Білмеймін. 100 000 теңге. Оны продюсер шешеді. Ол маған мынандай деп айтады, жарайды деймін, бас продюсер айтады, сол шешеді. Бірінші продюсерің Жігер Ауыпбаев болды. Екінші продюсерің тағы бір ағаң болды, иә. Мен сол жақында комментарий оқыдым. Екінші продюсерің сені пайдаланып, қолданып, тойларға шығарып, сөйтіп лақтырып кетті дейді. Біреудің артынан жамандамай ақ қояйыншы. Просто Жігер ағадан кеткеннен кейін андай екен, байланыс болған бола қиын екен. Өзім де білемін ғой мен. Мен біреумен сөйлесетін болсам, жаман ақ көңілім оған деші. Танымаймын ше, бірақ бауырым осындай қатсы. Жарайды ақ. Сөйтіп көміп қоятын бар енді жандай. Мен қыз болсам ше деп қойсам. Мүмкін бұл сенің жастығыңмен байланысты шығар? Мүмкін. Жас болғаннан кейін, Жас болған, андай. сол онша білмейсің, жалпы өнерге енді келіп, Андай ғой, біреу жастай келдік. Біреу бүйтіп артынан жаман сөз айтпаса екен, ой, мынау әулие оқыпты ғой деген сияқты әңгіме айтпаса екен деп көміп қала беремін ше, ше. Бірақ айтты ғой саған продюсерің екінші. Қолдаяққа тұрмай кетті дейді. Қолдаяққа тұрмай кетті емес ол. Мынандай әңгіме. Ұйықтап қалдым сол. Сол әңгіме. Кешкі тойға ма? Кешкі тойға, иә. Кешкі тойға ұйықтап қалдың ба? Кешкі тойға. Мынандай болды негізі ашығына кеш. Ол күні бір той бар, бірақ ол бітіп жатыр деді. Онда болып бармаймын, мен ұйықтаймын дедім. Мен айттым, таңертең көкпардан келе жатқанмын, мен шаршап тұрмын. Той жоқ па, болды. Bir той ма десем, үлгермейсің оған деді. Болды, онда жақсы. Давай, телефонды өшірдім де ұйықтадым мен. Ұйықтап қалсам, таңертең андай видео шығып тұрады. Жайма барадым. Bir тойға бола. Иә, жайма барадым. Жоқ емес, сен шаршап кеттің бе? Құтыламасың, жарайды. Сізге де рахмет, Алла разы болсын. Жарайды деп бөліп жүрді. Ол андай бір чу қылатындай емес еді негізі. Мен ол кісіге айтқам, 18 жасыма дейін жұмыс істеймін. Болды, одан бөлінеміз деп. Болды, соған келістік басында ше. Сосын бұл кісі анаумен созды, мынаумен созды, арғай созып кетсін. Ұнаған ше. Мен айттым андай. Келісім, мынау уақытқа дейін болды десе, жігітше сөзде тұрып сол уақытқа дейін болды. Дальше, андай. Дальше дұрыс келісіммен, может келісімді бұзып басқалай қылып істесек болатын еді. Сол бәрі немен бүйтіп жүр. Мен де шаршап кеттім, бір нәрсемен бүйтіп жүре беруге ше. Маған ұнамайды, бір жолмен бүйтіп түзу барып қайтадан обратно. Қазір үшінші продюсермен жұмысты бастадым. Иә, Аллаға шүкір. Неге жиі продюсер ауыстырасың? Айтып отырмын ғой. Мен көміп қоя беремін андай. Мен арқылы біреу сөйлесіп бермесе, мен болмайды. Қазір ұятта болсын, сәл айтатын болдым. Продюсерге шығыңыздаршы, пожалуйста. Ол да түсінеді. Ол да адам жанында қатып қалған адам емес. Тек сол ақ көңілдің арқасы ма, әлде? Енді балам деп құтылайын десем ше, ондай бала емеспін негізі. Маған балам деген нәрсе мен біраз нәрседен құтылдырып кетіп жатыр ғой. Негіз бала емеспін мен, бәлемін мен. Бізде келесі айдар TikTok тренд. Иә. Ол айдарда норм стрёмді ойнаймыз. Саған сұрақтар қоямыз. Норм, әлде стрём деп жауап бересің. Кеттік. Ал бастайық ендеше. Тек фонограммамен ән айту. Норм, әлде стрём? Стрём. Пиар үшін хайп жасау. Норм. Көлікте тек өз әндеріңді тыңдау. Стрём. Сүйіктіңнің телефон тексеру. Олға болса норм. Қызылдықың болса стрём. Неге? Қандай артықшылықтарың бар? Өткен ол еркек. Нағыз еркек қандай еркек? Нағыз еркек тексертпеу керек деп айтпаймын. Қыз понятие. Тексертпеуге тырысу керек десейші. Жоқ, ондай емес. Просто қалай десем болады. Негізі мен махаббат жайлы айтатын болсам, менде бар жатыр. Мен кішім кітапхана махаббаттан. Көп кітап оқыған махаббат жайлы. Ауырған мен махаббатпен. Тексеру, тексермеу деген ол негізгі неге байланысты ғой? Отношениеге байланысты ғой. Қыздың несі? Жоқ, мен тексермейді. Сен? Мен де тексермейді. Бірақ негізі иногда болып қойды ғой. Бірақ мен бақылауымда болды ғой. Дамыған заман тугис бар, гедони бар.
неге бұлай айттың деп ойлайсыз деп айтайын десем мынандай ғой, еркек ол как всегда еркек мысы басып тұру керек қой негізі. Келген әйел адам мысын басып тұру керек қой. Сәл қат-қабатымен өмір сүру керек. Бірақ енді жүрген кезде по-любому оның жындылығын көрсетпейсің ғой. Бір-екі ай көрсетпейсің ғой бәрі. Бұл өз ойың ба әлде саған біреу сөйтіп айтты ма? Жоқ, мен өз ойым. Мен кейін жүретін қыздарымда, жүріп кеткен қыздарымды ренжімеңіздерші, мен бірақ қызбен көп жүремін. Мынандай арасын суытып, біреумен сөйлеспей қаламын ба, екінші тауып аламын ба? Сөйлесемін обязательно. Потому что оның өзі энергия оны шалып беріп тұрады ғой. Мен жазған әндерім көп негізі, мен өзім композитор ақындығым бар сәл. Мен жазған әндерім көп. Бірақ шықпады ма? Шықпайды. Анау бір қызбен сөйлеспей қалып, кішкене депрессияға түсу деген жоқ болғандай? Болған депрессия. Бірінші курста сәл. Үйленіп кетті жарты. Баймен ұқсап жүрміз. Қазір телефонда ашып өлеңіңді оқып бере аласың ба кездесудің көрермендері үшін? Мен ауыр жазғам. Оқып беріңіз. Ортасында ауыр заттар бар енді. Еркелесе қылығы тәтті, жақсы көремін мен оны қатты, күлсе көркінен нұр шашатын, ұмытпаймын алғаш күлген сәтті, тәтті деген бір не бар болған енді. Кездесуге шақырсаң келесің бе, мен үшін жақсы көресің бе, саған бүкіл махаббатымды айтып берсем, маған тағы бір шанс бересің бе. Бір қыз сөйлеспейтін жазып беремін мысалы. Мүлдем сөйлескен жоқсыңдар? Әлде кездестіңдер ме? Кездесіп 15 күн деймін, сөйлеспейтін десе қайтып жасаймын. Қайттан шанс бересің бе деп тұрмын. Ол қыз бірақ қазір тұрмысқа шығып кетті. Ол қыз емес, басқа қыз. Мына жерде бәрін түгенде Жақсы, отбасың жақсы, норм стрёмді аяқтайық, сосын отбасың туралы сұрайық. Айтпақшы, кездесудің көрермендері міндетті түрде YouTube арнаға жазылыңыздар. Жақсы, келесі сұрақ, сахнада әннің сөзін ұмытып қалу. Норм? Норм? Болды ма ондай жағдай? Болды, иә. Әніңді біреу рұқсатсыз орындаса? Менің өзімнің композиторский ақыммен алған сөзді, менің өзім жазған, өзім шығарған сондай әнім болса норм. Мен өзімдікін қызғанбай беремін. Ал басқа адамдардікін ақын шығарған, ақыны басқа, композиторы басқа біреу болса ол сұрау керек. Ол қаншама адам еңбек. Ал менің әнім ол тек жалғыз мен ғана еңбек. Ол орындай берсін, мен қызғанбаймын. Жақсы. Сахнаға мас болып шығу. Стрём мен. Ерте үйлену. Негізі норм ба деп қоямын. Стрём негізі. Қиналып қалып отырмын негізі көбісі. Неге өйтіп ойлайсың? Мен қазір үйленген бауырларым бар ғой негізі. Жағдай жасау керек. Хоть үй алу керек. Содан үйленсем. Дұрыс па деп қоямын. Хоть үйің болу керек қой. Обязательно үйің болу керек. Содан кейін үйлен, пожалуйста. Қазір үйің жоқ? Үйім жоқ. Үйім болса үйлене алмаймын да. Осымен норм стрём аяқталды. Әрі қарай жалғастырамыз. Айдос, 4 жылға кері шегінсек, дәл қазір сол жайлауда ән айтып отырған балаға не айтар едің? Елдің сөзін ерме дейтінім. Шынымен елдің сөзін ерме, одан кейін мен ше ұйықтамайтын, бәрі біледі ғой, мен ұйықтамайтын. 2 сағат ұйқымен тұрып жүріп кете беретін. Осы жерадан кеттім, қатты ауырдым ғой мен. Сол кезде депрессияны ұйқымен жеңетінмін ғой мен. Одан керешке бар ғой. Аузым ойлағанша жейтінмін ғой, анша. Ғырт еткен сайын шаны. Нервім басып отырып, совсем нелерді оқып отырсың комментарийді. Сол кезде ауыр тиетін комментарий. Қазір жазатын болсын. Ақырын өткізіп кете бересің, аяғында бүйтіп жатыр екен ғой деп ше. Психологқа барған жоқсың? Психолог деген затқа сенесіз ба? Енді олар мамандар ғой, кәдімгідей. Мен психолог болғанмын мен сіз үшін. Сіздің бүкіл депрессияңызға иә, жақсы, былай істе деп мен де отыра аламын. Психологтар ренжімеңіздер, бірақ мен психологтарды мойындамаймын. Дым ренжімеңіздер бірақ. Кімді мойындайсың? Мен өмір көрген адам мойындаймын. Жігітше өмір көріп, мен осындай істегем, осы жерде мынандай болады деген адам болсын, жігітше мойындаймын. Вот сол психолог. Психологтар оқып алып, адамның мынандай бар, күн түзбе деген. Өнерде кімді мойындайсың? Өнерде кімді мойындаймын? Айсқан Шекербековті. Сосын қазір шығып жатыр ғой, Ернар Амандық. Вот сол мойындаймын. Енді Ернар Амандық деген қазіргі таңда ағаларымыз бар ғой, мықты. Бірақ 2 күннің концерті 12 сағаттың ішінде билет сатылып кету деген қота болды негізі. Көрдім ше. Ернар Амандық ағам баяғыдан танимын, мен ағамның группаласы болды. Баяғыдан өлең шығарып кетті, дауысын жақсы көретін. Таптым, ол сені орындап жүрді ғой. Сол кезде бастап мен жақсылап күшті ондай. Қойшы бала ондай концертті қашан бере алады?
бұйырса береді, бірақ береді. Қазір республика сарайын жинай алмайсың. Қазір жинай алмаймын. Не жинау ғой? Саған жазылған осындай мысалы іс-әрекеттерің бар, иә, жаңағы қалада жүрсің, неше түрлі пікірлер жазылады саған әлі күнге дейін. Ата-анаңның көзқарасы қандай ол пікірлерге? Сенің өнеріңе, сенің жүріс-тұрысыңа не дейді? Менің әкем еркек қой негізі. Көрсей дейді оны. Өмір ғой, көр. Андай, ойбай, балам бүйтіп жатыр екен, балам сыналып жатыр екен. Жоқ деген жоқ. Өмір ғой, көр дейді бәрі. Бәрін көр, өзің сабақ аласың. Ол мен сен қазір бір сөзін ақтап алатын болсам, менің балам боласың ғой. Сен халықтың баласысың ғой деп. Анаң? Анам сол әкеммен бірге қосылады. Вот, менің анам молодец. Әкем айтқан тыңдайды. Ата-анаңа көмектесіп тұрасың ба? Иә. Ақша жіберіп. Өтірікпен жүр, соңғы кездері жібермедім, но жалпы көмектесіп тұрамын негізі. Үйде негізі үлкенсің ба әлде? Мен 94 жылғы әпкем бар, 98 жылғы ағам бар, туған. Одан кейін менен кейін 2009 жылғы қарындасым бар. Егер үйленіп жатсаң, ата-анаңмен тұрасың ба? Ол кісілерді алдырып Алматыға? Мен негізі келмейді Алматыға. Біз талай күн келмейді дейді. Бірақ ойда бар. Мен үй саламын, алып білем бәрібір. Бірақ қазір ауылда. Негізі ауылдағы өмір рахат қой негізі. Бәрібір. Жасалып жатқан жұмыс бар, бәрі жүр. Алматыға келіп қазір, мысалы өзіміздің ауылдағы үлкен әкеммен жастылар баласын ертіп келіп жатыр ғой. Жүр Алматыда, іштері пысып. Ауылда мысалы бір-бірінің соғым басына шақырады, қонаққа шақырады. Арды жүреді, асыларына мәшинесі бар. Сол жас қой әлі. Ондай бір қолға қарайтындай емес мен бауым. Айдос, енді қазір үшінші продюсермен жұмыс істеп жатыр екенсің, ер кезегі 3-ке дейін дейді ғой енді. Ары қарай жұмыстарың жүре берсін, саған шығармашылық табыс тілейміз. Бізде бүгін кездесуде қонақта болған қойшы бала. Енді бізде соңғы Айдар ашық микрофон. Ашық микрофон Айдарының ережесі былай. Қазір Айдос сен елестет. Біреуге бір танысың болуы мүмкін, көршің, ата-анаң, мүмкін ренжіткен бір адамың. Сол қазір сен көріп отыр деп елестет. Соған сен өзіңнің жүрегіңдегі нәрсені біз арқылы жеткізсең болады. Ашық микрофон, саған микрофон бердік. Негізі ата-анам айтам, ау, мен қазір қатты не өзімді. Сіздерден қателігімді жасырам деп, жақсы болам деп жүріп, жаман болып қалдым. Сол үшін кешірім сұраймын. Келесі жолы басымда не жағдай болды, соның бәрін айтамын. Жаман қателіктерімді жасырам деп, жақсы адам болам деп жүріп, өте жаман адам болып қалдым сәл. Ешкім білмейді оны. Мен бір сәл жұмыс істеп ойлағам, сол жұмыстан мықты ақша тауып кетемін дегенше. Енді негізі жалпы болашақта айтарым, жеңіл жұмысқа қарай асықпау керек қой. Мен де қазір 2 миллион теңге қарыз алып, сол бітсе болды содан. Қанша қарыз қалды? 2 миллион теңге алды, 18 миллион теңге жауап болдым. 3 айда. Енді ойлайтын андай, ойбай мен бұндай ақша таба аламын деп ойламайтын. Бірақ артынан әкеп беріп қойды табады екенсің ондай кезде. Жалпы өз масштабыңды, өзің қанша ақша таба алатыныңды сол жағдайға, сол жағдайдың арқасында. Сол жағдай болмаса мен білмей қалатын таппайтын едім ондай ақша. Сол әр нәрседе бір хайыр бар ғой. Иә. Мен ол 20 миллион теңге қарызға кіріп кеткенімді жасырдым ғой енді ата-анамнан ше. Сосын папам айтады ғой, сен не істеп жатсың, тауып жатқан ақшаң қайда кетіп жатыр деген сұрақтар болды. Айтып тұрмын, осы бір 4-5 ай болды мен үйдегілер вообще көмек түскен жоқпын. Керісінше қарыздан. Бірақ мен осы сөз айтпас үшін енді андай ауылға барғым келмейді, ауылда жүргім келмейді. Осы нәрсені айтып қоятын сияқты болып тұрмын ше. Енді кеше білді ғой негізі. Кеше білді. Реакциясы қандай болды? Ештеңе деген жоқ. Біздің үйдегілер реакция қызықтырмайды. Кетсің ғой көресің. 2 жылға сотталып кете жаздадым. Подстава болды. Сол видеоның кесірі болды. Солай 2 жылға сотталып кете жаздап. Сонымен өзімді мақтап шықтым. Адвокат жалдауға ақша керек. Одан кейінгі енді білесіздер ғой енді ашып айтатын зат емес, бірақ ол жерде бірақ мен өзімді ақтап шықтым, өзім ақ екенімді білдірттім. Басың аман болсын. Амин. Кездесуге келгеніңе көп рахмет. Сіздерге де рахмет көп.
барынша. Психологқа кіріп шыққандай болып тұрмын деші. Бүгін бізде кездесуде қонақта болған қойшы бала есімі? Айдос Каден. Кездесу YouTube арнасына міндетті түрде жазылып, келесі шығарылымды күтіңіздер. Аман сау болыңыздар. Кездесуде кездескенше.